Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларым ұнап жатса комментария, лайк басып тіркеле отырыңыздар, және де мені жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны баса отырыңыздар. Бүгін сіздерге мен ауыз қуысының жағымсыз иісін қалай кетіру туралы айтатын боламын. Ауыз қуысының жағымсыз иісі оның иегері жайлы әсерді әп-сәтте бұзуы мүмкін. Жағымсыз иістің пайда болуы себебіне байланысты одан бірнеше минутта, ал кейде бірнеше маманның емін қабылдаудан кейін ғана арылуға болады. Жағымсыз иіс шығудың себептеріне келетін болсақ, ауыз қуысының жағымсыз иісіне көбіне темекі шегу, ішімдік ішу және басқа да өнімдерді жиі тұтыну себеп болып жатады. Алайда жағымсыз иіс бәріне мәлім пияз, сарымсақтан ғана емес, сүт, ірімшік, еттен де болып тұрады. Ауыз қуысында қалған тағам қалдықтарының құрамындағы ақуыз бактериялардың әсерінен өзгерістерге ұшырап, жағымсыз иіске себеп болады. Ауыз қуысын дұрыс немесе толыққанды тазаламау мәселені одан сайын өршітеді. Көбіне жағымсыз иіс ауыз қуысы ауруларының салдарынан болып жатады. Егер емделмеген кариесіңіз пародонтит немесе пародонтоз болса, жағымсыз иіс сіздің тұрақты серігіңіз болуы мүмкін. Бар жоғы бір ауру тіс жағымсыз иіске себеп бола алады. Ал егер барлық тісіңіз сау, бірақ жағымсыз иіс өміріңізге кедергі келтіріп жүрген болса, терапевтке қаралыңыз. Бәлкім гастроэнтеролог, оторинолог немесе пульмонологтың тексерісінен өту керек шығар. Гастрит, асқазан жарасы, гайморит, бауыр мен бүйрек ауруларының салдарынан да ауыз қуысынан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Кейде жағымсыз иіс кейбір дәрі-дәрмектерді қабылдаудың нәтижесінде пайда болады. Әйелдер етеккір алдында жағымсыз иістің пайда болатынын байқауы мүмкін. Бұл гормондар деңгейінің ауытқуына байланысты. Ағзаның құрғауы мен ауыр диеталарда жағымсыз иістің пайда болуы себеп бола алады. Ауыз қуысында сілекей бөлінуі төмендеп, бактериялардың көбеюін жеңілдетеді. Бұған қоса көмір суы аз диетада отыратындардың демінен ацетонның иіс шығуы мүмкін. Жағымсыз иісті кетіру жолына келетін болсақ, егер тістеріңіздің саулығында еш күмәніңіз болмаса, ауыз қуысының тазалығына ден қойыңыз. Күніне кем дегенде 2 рет тістерді ғана емес, тілді және 2 ұртыңыздың ішкі жағында тазарту керек. Дәріханадан тілді тазалауға арналған қырғыш сатып алыңыз. Тіс жібін пайдалануды ұмытпаңыз. Және ауыз қуысын арнайы бактерицидтік эликсирмен шайып тұрыңыз. Әдетте олардың құрамында демді тазартатын және бактерияларды жоятын дәрілі өсімдіктердің сығындылары кіреді. Алайда эликсирлер жағымсыз иістен қорғамайды. Оларды тек қосымша ретінде ғана пайдалануға болады. Ауыз қуысын шаюға арналған эликсирді дәрілік шөптер мен эфир майларын пайдалана отырып өзіңіз де жасай аласыз. Күні бойы тісті бірнеше рет тазалап отыруға мүмкіндік бола бермейді. Сондықтан арнайы спрейлер, мұз кәмпиттер қантсыз болғаны дұрыс немесе сағыз пайдалануға тырысыңыз. Алайда оларға толықтай сенуге болмайды. Әсіресе спрейлерге олардың құрамында көбіне спирт болатындықтан ол шырышты қабықты кетіріп, жағымсыз иіске тағы себеп болады. Диетаңызға назар аударыңыз. Жаңа піскен жемістерді, әсіресе алманы жиі жеуге тырысыңыз. Кофе мен бутерброд тіске басарын көкөністер, жемістер мен йогуртқа алмастырыңыз. Егер деміңізді дереу сергітіп алу қажет болса, ал қолыңызда сағыз да тіс щеткасы да болмаса, қою қара шай ішіңіз. Жас ақжелкен немесе аскөкті шайнап жіберіңіз. Алма жеңіз немесе жай ғана ауыз қуысын таза сумен мұқият шайыңыз. Және де 2 сағаттың ішінде ауыздағы жағымсыз иісті қалай жоюға болатыны туралы айта кетейін. Ауыз қуысын күніне 2 рет жуып, әрі тамақтан соң аузыңызды таза сумен шайып тұрсаңыз да, ауыздағы иіс кетпей ме? Әсіресе таңертең ұйқыдан тұрғанда сізге қолайсыздық тудыра ма? Оның шешімі бар, әрі өте оңай.
Мамандардың айтуынша, ауыздағы жағымсыз иіс тазалықты дұрыс сақтамағаннан және кариестен, қызыл еттің қабынуынан, гастриттен немесе асқазан жарасынан пайда болады екен. Ал иісті кетіру үшін сағыз шайнау, кәмпит сору дұрыс шешім емес. Оның орнына май, зәйтүн, күнбағыс, күнжіт шайнау керек. Ауыздағы иісті білу үшін кейде өзіңіз байқамайсыз, бірақ айналаңыздағылар сізге жақындамай сөйлейтін кездер болады. Оларды сізден алыстатып тұрған аузыңыздағы иіс. Оны білудің жолы қарапайым. Бар болғаны таза шыны ыдысты аузыңызға жақындатып үрлеңіз. 2-3 секундтан соң стаканды иіскесеңіз белгілі болады. Егер мұрныңызды жарып тұрған жағымсыз иіс болса, мына әдіске жүгініңіз. Май шайнаңыз. Мұны Тибет елі ұсынған. Таңертең аш қарынға бір ас қасық майды тіліңіздің астына құйып шайнайсыз. Майдың қайсы түрін таңдау өз еркіңізде, жұтпайсыз. Мейлінше шайнайсыз немесе сорасыз. Аз уақыттан соң майды түкіріп, аузыңызды таза сумен шаясыз. Осылайша 1 ай бойы жасасаңыз, аузыңыздағы жағымсыз иістен бір жолата құтыласыз. Сондай-ақ ағзаңыздағы улы заттар шығып, ағзаңыз тазарады. Лимон немесе лайм. Өздеріңізге мәлім с дәрумені жағымсыз иіс тудыратын бактерияны өлтіреді. Күніне кем дегенде 2 рет лимон қосылған шай ішіңіз. Немесе 1-2 тілік лимонды қабығымен жеуді әдетке айналдырыңыз. Бұл әдіс темекінің иісін де кетіруге қабілетті екенін ескеріңіз. Көк шай немесе кофе дәні. Көк шай полифенолға бай, ол ағзадағы уытпен күреседі. Ал кофе дәні антисептик қызметін атқарады. Ауыздағы жағымсыз иістен құтылғыңыз келсе, көк шайды немесе кофені ішпеңіз. Керісінше, жапырақты аузыңызға салып шайнаңыз. Дәмдеуіштер немесе шөптер. Құрамында майы бар қалампыр, кардамон, бұрыш, фенхель дәмдеуіштері ауызды жағымсыз иісті жояды. Сонымен қатар насыбайгүл, аскөк, ақжелкен, жалбыз, тимьян шөптері де сізді қолайсыздықтан құтқарады. Оларды тамаққа, салатқа қоспайсыз. Бар болғаны осы күйінде қалаған біреуін алып аузыңызға саласыз. Сосын баяу қимылмен шайнай бастайсыз. 1-2 минуттан соң шөпті түкіріп тастап, ауыз қуысын таза сумен шайыңыз. Бұдан бөлек, жоғарыда келтірілген әдістер оқығанда оңай болғанымен жасап көру қиындық туғызады. Біреуінің иісі ұнамаса, екіншісінің дәмі көңілді айнытады. Бірақ жағымсыздықтан арылу үшін амал жоқ деп ойлаймыз. Жалпы ауыз қуысының тазалығы күнде 2-3 рет тіпті одан да көп талап етеді. Өйткені аурудың бәрі ауыздан басталатынын ұмытпаңыз. Сондықтан да ауыз қуысының тазалығын бірінші орынға қоя біліңіз. Ол үшін тәулігіне 2 литр су ішіңіз. Таңертең көк алма жеңіз. Алма ауыз қуысының тазалығына жауап беретін бірден-бір ем екенін ескеріңіз. Достар, бүгінге осымен ауыз қуысында жағымсыз иісті қалай кетіретіні туралы ақпаратты аяқтаймын. Сіздерге берген ақпарат ұнап жатса, лайк, комментарий жазып тіркеле отырыңыздар.